Biz Қарақалпақстанның Қоңырат ауданынан 90-шы жылы июль айында көшіп келгенмін. Көшіп келіп, қай жерге орналасу керек екендігін қарасақ, осы Қарасай ауданының шамалған бекеті бір жайлы орындай көрінді. Сондықтан жүкті түсіріп, міне сол кездегі білімдендіру жүйесінің бастығы Қарасай ауданының, ол уақытта Қаскелең ауданы. Қаскелең ауданының білімдендіру бастығы Коробкин Леонтьевич дегенге кіргенімде, бұл жерде қазақ класы болмаған станция шамалғанда. Сіз Киізге барыңыз, Киізде бастауыш мектептер ашылып жатыр деді. Ахметовке кірдім. Ол уақытта Ахметов Қаскелең районының бірінші секретары райком партиясы еді. Бұл да соның сөзін бізге айтты. Ал жақсы деп жүкті түсіріп болғаннан кейін, сол кездегі Шәріп Омаров деген Алматы облысының 3-ші секретары болған. Бұл тікелей білімдендіру жүйесіне жауапкерлігі. Соған кіргенімде, бұның жақсы екен. Мен мынандай сұрақ қойдым. Маған Волоксымның 30 жылдығы мектебіне 5 комната бер. Түске дейін 5 класс оқысын, түстен кейін 5 класс, 10 класс ашып бер баған дедім. Ал оның мұғалімі қалай болады? Жоқ, мұғалім сұрамаймын дедім. Кітап мәселесін шешерміз дедім. Сөйтіп, сол Шәріп Омаровтың арқасында, Шәріп Омаров деген қазақтың беделді жігіті. Анау бірінші Досмұқан санды асқа ашқан адам сол. Міне сөйтіп, соның күшіменен 104 бала, бірінші сентябрь күні 104 бала болып мектеп ашылды. Міне сол 104 бала менен мектеп класс ашылды. 10 класс ашып берді. 10 класс. Бұл тікелей Шәріп Омаровтың жұмысы, соның арқасы, соның жол сілтеуіменен істеп берді. Міне енді сол кезде мен 10-шы классқа класс жетекші болып тұрдым. Бір апта 5-ші октябрь күні, 5-ші қазан күні мектептің директоры сол кезде Нестеренко еді. Нестеренко шақырып алып, анау қазақ классқа өзің зауыш болып істе. Біздегі қойған зауыш сіздермен істесу қиын екен қазақ класстарына деп, ол кезде қойғаны Бақытжан Хамзина деген шет тілі мұғалім еді. Міне сөйтіп, мен сол 90-шы жылдың 5-ші октябрьден бастап қазақ класстарының зауышы болып істедім. Міне сол жылы мынау 104 баламен ашылды. Сол кездегі 104 бала мына Күләшіден бастауыш классы бар еді. Біздерге сол келетін еді. Анау Тұрардың 9, 10, 11-ші класстар келеді. Мына неден Қошмембеттен де сол 9, 10, 11 келетін еді. Бізге сол кездегі кітаптан көмек берген төмен класстарға 9-ға дейінгі Қошмембеттің директоры Сүлеймен деген ақсақалымыз болды. Міне сол өте көп көмек берді. Содан кейін Тұрардың директоры Сайлаубек деген марқұм болып кетті қазір. Міне сол көмек берді. Ал келіп сол қазақ мектебі класстары ашылғаннан кейін бізде мына нан комбинаты болды. Сонда Жылысып Есенгелді деген директор еді. Міне соның біраз күш жұмсауымен қазақ класстары өсіп өркендеді. 1996 жылы Алтынсаринның 155 жылдық мерейтойы болды. Сол мерейтойында мынау Коробкиннен кейін Мәдениет Тастанбекович деген забройны болды. Сол Мәдениет айтты, бұны Волоксымның 30 жылдығын өзгертейік, Алтынсарин етіп атын қояйық деді. Міне Мәдениет Тастанбековичтің арқасында 1996 жылы Алтынсарин атындағы аты берілді.
Міне сол кезде бұл қазақ класстары өркендеп өсе бастады. Düz төртпенен ашылған баланың саны 1000-нан асып кетті сол кезде. 1000-нан асып кетті. 1998 жылы мынау Құрманғазы Сағырбайұлының 175 жылдығы болды. Сол кезде біз соның музейін аштық. Бір қазақтың біртуар ұлы деп. Міне Алтынсаринның кабинетін ашылды. Кабинет есебінде. Ненікі ашылды? Жаңағы Құрманғазы ашылды. Міне 2000 жылға келген кезде қазақ класы өркендеп өсе берді. Міне сол кезде қазақ класынан тек қана 2001 жылы 17 ол уақытта алтын белгі деген жоқ еді, қызыл аттестат деген болды. Міне сол қызыл аттестатты алған 17 бала болды. Сол кезде Алтынсарин мынау Қазақстан Республикасы 7800 мектептің ішінде 100 үздік мектептің қатарына жетісті. Міне сол 90 жылы 11 класс 10 класс ашылды дедім ғой, олақта 4 класс жоқ еді. 4 класс болмайтын еді, заң бойынша. Міне 11 класс сол міне 30 жыл болды. Сонда 9 бала. Міне мынау бірінші тұрған Өзбекстан Республикасының білімдендіру отличнигі. Мына шеткі тұрған СССР білімдендіру отличнигі. КСРО дейміз. Міне білімдендіру отличнигі. Мына тұрған заслуженный учитель Қарақалпақстан Республикасына еңбегі сіңген мұғалім деген атақ мынау. Міне мынау үшеуі сол мен 20 жыл жұмыс істегенде маған берілген награда. 20 жыл Қарақалпақстанда істеген награда. Келіп осы жерде мынау мектебін ашқандан кейін, мектебін ашып, басқа да мен жұмыстарға араласып, мынау мешіт салғызып бергіздім. Адамдар тауып. Сол мешіт салғаннан кейін 11 жылы маған Қарасай ауданының құрметті азаматын атағын бердім. Жас мұғалім бірі. Әсіресе сол Алтынсаринның атын шығару үшін. Алтынсаринның сол қазір мінекей 180 жылдық болып жатыр ғой. Алтынсарин 180 жылдық қазір. Міне сол үшін кабинет ашу керек жақсылап. Кіріп келген уақытта сол кабинетті көру керек. Кабинет арқалы оны біледі. Даладағы тек қана мүсін арқалы ол еш нәрсені танымайды. Міне келіп көру керек Алтынсарин кім екен. Міне соның өмір баяндары бәрі жазылу керек сөз жерде. Міне сондай кабинет ашылса менің тілегім сол мектеп.